Мен номері 1 Алматы Қазақ мемлекеттік гуманитарлық педагогтық колледжінің 3 курс білім алушысы Исабаева Альмира Бағдатқызы. Мен қашықтан оқыту арқылы байқау және бақылау практикасынан өтіп жатырмын. Мен сіздерге бүгін қазақ тілін оқыту әдістемесі пәні бойынша сауат ашу пәні 1 В сыныбында өткізілетін сабақ өткізу барысында таныстырамын. Практика жетекшім Тілекеева Фариза Аблаевна. Бүгінгі сабақтың тақырыбы ұлттық тағамдар, әліпби. Сабақ мақсаттары: барлық оқушылар сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстар ажыратып және дұрыс дыбыстай алады. Оқушылардың көпшілігі мәтіннің мазмұнын, тақырыбын иллюстрация бойынша болжай алады. Кейбір оқушылар тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер мәтін құрастыра алады. Бағалау критерийлері: сөздегі дыбыс түрлерін дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстар ажыратады және дұрыс дыбыстайды. Мәтіннің мазмұнын, тақырыбын иллюстрация бойынша болжайды. Тақырыпқа байланысты керекті сөздер, сызбалар, суреттер белгілерін қолдана отырып, жай сөйлемдер мәтін құрастырады. Келесі ойлау деңгейінің дағдысы. Мен қолдану дағдысын алдым, себебі оқушылар алған білімдерін қолдану дағдысы арқылы іске асырады. Тілдік мақсаттар: ұлттық тағамдар, құрт, ірімшік, май. Сыныптағы диалог: балалар, қандай ұлттық тағам түрлерін білесіңдер? Олар неден жасалады? Құндылықтарды дарыту: топтық, жұптық жұмыстарды орындау барысында ынтымақтастық орта қалыптастыру, ата-баба салт-дәстүрін дәріптеп, ұлттық тағамдардың пайдалы қасиетін насихаттау. Пәнаралық байланыстар: дүние тану. Акты қолдану дағдылары: тақырыпқа байланысты презентация, алдыңғы білімді игеру, ұлттық тағамдар, тасымал тақырыбын игерген. Сабақтың барысы: сабақты бастамас бұрын оқушылардың көңіл-күйін жақсарту мақсатында осы өлең жолдарын алдым. Тату тәтті болайық, әркез күліп жүрейік, қуанышты сәттермен бөлісіп шаттық сыйлайық. Келесі сұрақ-жауап әдісі арқылы оқушылардың алдыңғы білімді қалай игергені туралы қорытындылар жасаймын. Балалар, алдыңғы сабақта біздер немен таныстық? Ұлттық тағамдарға нелер жатады? Көктемнің алғашқы айында қандай мерекемізді атап өтеміз? Бірінші жаттығу: наурыз көже мәтінін оқы. Наурыз көже: наурыз жыл басы. Наурыз тойының мақсаты халыққа молшылық тілеу. Сол үшін қазан-қазан наурыз көже жасайды. Наурыз көже әртүрлі дәннен жасалады. Оған бидай, тары, қамыр, сүт, су, тұз, ет сияқты 7 дәм салынады. Наурыз көжеге арнап ет, қазы сақталады. Көжеге құрт езіп, уызды да қосады. Келесі теріп жаз. Бұл тапсырмада балалар наурыз көжеге қажетті сөздерді теріп жазады. Есіңде сақта: құрам дегеніміз қандай да бір тағамды жасауға қажетті заттар мен олардың жасалу жолдарының көрсетілуі. Кім жылдам ойыны? Суреттер таратылып беріледі. Соның ішінен наурыз көже жасауға керек тағамдарды алып, наурыз көже жасайды. Екінші жаттығу: кісі аттары қай әріптен басталып тұрғанын тап. Тапқан кісі аттарын әліпби ретімен жаз. Төртінші жаттығу: санмен берілген сөздерді тап. Оларды жаз. Жасырылған сөздерді тап. Келесі сергіту сәті. Оқушылар шаршап қалмас үшін және көңіл-күйлері көтеріңкі болу үшін сергіту сәтін алдым. Қарлығашқа ұқсайық, қане қанат жазайық, қарлығаш боп ұшайық, ұшып-ұшып алайық, орнымызға қонайық. Қима қағазбен жұмыс, яғни жасырын әріп. Оқушылар әріпте жазылған карточканы таңдап, сол әріптің алдында және соңында тұрған әріптерді атайды. Сол әріптерден басталатын сөздер ойлап. Енді кері байланыс. Жалпы мен кері байланысты сабақтың өн бойында дескриптор арқылы жүргізіп отырамын. Ал сабақтың соңындағы кері байланыс әріпті таңдау ойыны арқылы жүргізіледі. Бұл ойынның мақсаты оқушылар әріптердің ретін біледі және сол сөздерді құрастыра отырып сөз құрайды. Кері байланыстан кейін нысананы таңдау арқылы балалар сабақтың түсінгендерін немесе түсінгендерін нысананы дәлдеу бойынша белгілейді.
Ал бүгінгі сабақтың саралауы жұппен жұмыс жасауда өз ойларымен бөліседі. Өзге оқушылар тыңдап, жұмыстарына баға береді. А деңгейі мәтінде кездесетін сөздегі дыбыс түрлерін, яғни дауысты, дауыссыз, жуан және жіңішке дауыстарды ажыратады. В деңгейі мәтіннің мазмұнын айтып береді. С деңгейі суреттерге қарай отырып, әңгіме немесе мәтін құрастырып береді. Бағалау. Таратылған жұлдызша санына қарап, кері байланыс және рефлексия арқылы бағалаймын. Денсаулық және техникасы сақталды. Топпен жұмыс жасауда қауіпсіздік ережесі сақталды. Дүниетану сабағымен пәнаралық байланыс орнады. Назарларыңызға көп-көп рахмет.